хотя бы тестен аз баласан, жылап, апайдан көп бол сұрап алмаймын. Мынау потолок болды. Солай ғой, я? Ал мен хотя бы сабақтың үстінде отырып сөйлеспеймін. Сәлеметсіздер ме? Балалар, осы сабақтан кейін мен сабағым ғой, Иә, сіздің сабағыңыз. Отыра беріңдер. Сонымен? Ағай, мен ауырып тұр едім, сауыққа қатыспай жай қарап отырсам болады ма? Жарайды. Мектебіміз осы. Мен ойлаймын, егер сіз Дана апай сияқты білікті маман болсаңыз, бұл жұмыс сізге қиындық тудырмайды. Иә, әрине. Жақсы, олай болса, оқушыларымызбен таныстырайын. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Оқушылар, Жандос ағай, танысып қойыңыздар. Мектебімізге жаңадан практикант апай келді. Есімі Жанар апай. Сәлеметсіздер ме? Дана апайдың орнына уақытша сабақ беретін болады. Көрген жерде амандасып, айтқанын тыңдап жүріңдер. Келістік қой? Жақсы, біз онда басқа сыныптарға барып едік. Жақсы, апай. Жалпы жұмыс осы. Ендеше, жұмысыңызға сәттілік. Рахмет үлкен сізге. Мен саған бір көргеннен ғашық болды, өзіме сезініп көрген сияқтымын. Иә, біздің директор апай сондай әдемі. Кумаш, мен практикант апайды айтып тұрсам? Тыныш. Балалар осымен не үшін келді? Санжар, тек сен ғана емес, ағайында бас айналып қалған сияқты ғой. Есіме түсті. Осыдан кейін мен сабағым ғой, Иә. Мен сендерге күшті бір ойын дайындап қойдым. Сендерге ойнап үлгерейік. Жақсы ма? Жақсы ағай, міндетті түрде. Сен ауырып тұрмын деп едің ғой. Чөта, бірден өзім жақсы сезініп қалған сияқтымын. Онда мен сендерді спорт залда күтемін. Кешікпей келіңдер. Жарайды. Қандай да бір сұрағың болса, мен астында кабинетте боламын. Жақсы. Жанар апай, қалыңыз қалай? Жақсы, мектеп ұнап жатыр, апайлар да жақсы екен. Мен біздің ағайды бұндай деп ойламаппын. Дана апай декретте екенін пайдаланып, жас қыздарға тиісіп жүр ма? Неге бірден ағайдан көріп жатырсыңдар? Соны айтам, мүмкін жаңа апай өзі ағайдың басын айналдырып жүрген шығар. Точно, қыздар өздері бірінші басайды ғой. Тыныш тұршы сен. Дана апай ше сонда. Ей, еркектер. Если что, көмек керек болса айтыңыз. Жақсы ағай. Сау болыңыз. Жүгіреміз. Дұрыстап. Шаршамаймыз. Бір ритммен. 1, 2, 3. 1, 2. Не болды? Ағай, қызық болады деп едіңіз ғой. Уже 15-ші круг жүгіріп жатырмыз. Дұрыс қой енді. Денемізді жақсылап қыздырмаймыз ба? Ағай, денеміз қызып, уже өртенуге дайын тұрмыз ғой. Еркен азға ол болды, қызық деп айтқан соң, аяға сабаққа қатысыз келіп еді. Күлкі емес. Ағай қашан болады айтқан қызық ойыныз. Уже сабақ бітеді ғой қазір. Балалар, әңгіменің қысқасы былай. Сендердің маған көмектерің керек. Парта тасымаймыз, ағай, сразу айтайын. Қайдағы парта? Балалар, мен бір сыйлық алайыншы деп ем. Соған енді көмектесіп жіберсеңдер. Кімге ағай? Жандос ағай сізді бола ма? Отыра тұрыңдар, қазір келем. Я, не болды? Маған көмегіңіз керек еді. Қандай? Мен қазір ашық сабаққа қатысуым керек. Маған көрермен зат келе жатыр. Соны күтіп алсаңыз. Әрине күтіп алам. Жақсында номерді жазып алыңызшы. Жарайды. 877 671. Сыйлық кімге екенін түсінікті болған сияқты. Сонда Дана апайшы. 4-ке дейін болады ғой негіз.
практикант апай да қарсы емес сияқты ғой. Не айтып тұрсың? Бұла болмайды. Тоқтату керек екеуін. Әйтпесе Дана апай біліп қойса, қызықтың көкесі сонда болады. Не істеп тоқтатамыз сонда? Оны кейін ақылдасармыз. Ал қазір қандай сыйлық деп сұраса, көмектеспеңдер. Қоңырауға 2 минут қалды. Мүмкін кете береміз. Келе жатыр. Сонымен балалар, көмектесіңдер ма? Мыналарға не болған? Чё там, Жеги? Сабақтан кейін PS ойнап қайтамыз ба? Давай, ойнайық. Бірақ Санжарды алмай қойықшы. Неге алмайсың? Өйткені сен ұтылғаныңды мойындамайсың ғой. Алдында 7 рет ұттым, соның өзінде де мойындамадың ғой. Енді ол кезде Джойстик дұрыс болмады ғой. Басталды дейсің ғой. Ал не істесек болады? Кімде қандай ой бар? Біріншіден кім бастағанын біліп алу керек. Жандос ағай ма, әлде практикант апай ма? Оны қалай білеміз? Жандосай, ассалаумағалейкум. Нұржан, қалайсың? Шүкір, Аллада өздеріңіз қалай? Жақсың сен? Не істеп жүрсің? Курьер болып кеттім ғой мен келсін. Қойшы? Сіздердің заттарыңыз ба? Иә. Бәсін. Рахмет көп. Номер қандай? Жоқ, төлік қойған картамен. Болды онда бұйыртса көрсеміз онда. Кеп тұрамын ғой. Жақсы. Сөзсі, давай. Кеп тұр. Болды, бұйыртса кеп. Жақсы онда. Аха. Енді кім бастағаны белгілі болды. Ағай не сыйлайтынын өзі тауып алған сияқты ғой. Мүмкін ол сыйлық емес, өзінің заты шығар. Қайдан білесіңдер? Өзінің заты болса да, Дыш ағайға розовый пакет келмейтін шығар. Ол да дұрыс. Енді не істейміз? Ағайдың сыйлығынан бұрын практикант апайға басқа бір жігіт беріп үлгеру керек. Я, қыздар бірінші болып әрекет жасағандарды ұнатады ғой. Тоқтаңдаршы, басқа жігіттің қайда табасыңдар? Мен болсайын да? Чё там? Қайын идея? Еркемен райым ба? Санжар, сен бірінші үй тапсырмасын өзің істеуді үйреніп алшы. Жанар апаймен бақытты болсақ, үй тапсырмасын өзі-ақ істеп береді ғой. Жаным, мынау саған. Не қиялдап отырсың? Мамаңа айтып берейін ба? Жоқ, апай, кешіріңізші. Жоқ, ой болмайтын болды. Сонымен басқа жігітті қайдан табамыз? Сен боласың жігіт. Неге мен? Себебі сенің жазуың әдемі. Я, почерк әдемі. Бірақ оның не қатысы бар? Сенің қолыңмен записка жазып, апайды кешкі кездесуге шақырамыз. Ол керісінше, Жандос ағай деп ойлап қалсайшы. Записканың соңына құпия фанатыңыз деп жазып қоямыз. Болды. Күшті идея ғой. Сонымен ол записканы апайға қалай береміз? Сумкасына салып жіберейік. Бүгін ол апайдың сабағы бар ма? Я бар, қазір басталады. Бізге Жандос ағай подаркасын бермес бұрын записканы қалдырып кету керек. Ендеше, апай келген кезде мен оның сыныптың сыртына арып тұрмын деп алып кетейін. Ерсұлтан, сау жүресің сумкасына? Түсінің бе, Сұлтан? Кеттік онда. Сізді кешкі сағат 8-де саябақта күтемін. Қане, берші көрейін. Саламатсыздар ма? Отыра берсеңіздер болады. Жанар апай, басым арып тұр еді. Медпунктқа барып келсек болады ма? Не болып қалды? Атың кім? Мерей. Мерей, қатты ауырып тұрсың ба? Жақсы, сонда жүр. Сыртқа шық, кел. Мерей, медпункт қайда? Медпункт ана жерде. Болсаңғыш тез. Қайсына салам, 2 сумка тұр ғой. Салшы.
медпунктке барайық, ата-анаңа хабарласу керек. Номерін білесің ба? Жоқ, апай, керек емес. Жақсы болып қалған сияқтымын. Шынымен ба? Я, бәрі жақсы. Жүріңіз сыныпқа барайық. Жақсы жүр. Ал балалар, енді сабағымызды жалғастырайық. Мен сіздерге жаңадан келіп жатқаннан кейін бір-бірімізбен жақсылап танысып алғанымыз жөн. Ал Мереймен біз уже танысып алдық. Кешіріңіздер. Саламатсыз. Жанар апай, сумкамды ұмытып кетіппін ғой. Жаңа өзім как раз алып барып берейін деп жатырмын. апа. Жақсы, Аха, жақсы. өте беріңіздер. Аха. Енді мен күнәм жоқ шығар. Өмірімде бірінші рет көрген апайдың сумкасын қайдан танимын? Я ештеңе етпес. Бастысы директор біліп қоймаса болды. Біліп қойса, біттім ғой мен. Неге? Күшті емес па? Директормен кездесуге барасың. Енді не істейміз? Бізге басқа план керек. Ағайды ол апайдан қорғау керекпіз. Иә, бірақ бізге бірінші ерісті директор апайдан қорғау керек сияқты. Кетіндеш бар, айта бермей. Ең бастысы Жандос ағай подаркасын беріп үлгермеу керек. Бізге оны ұрлап кету керек. Оны қалай ойлаймыз? Ағайдың спорт залда кабинетіне барақ, оның барлық заттар сонда тұрады ғой. Бірден айтам, мен ұрламайым. Бір проблема жетеді. Жарайды, онда сыныпқа барайық. Я, сөйтейік. Сол жерде бірден кешешеміз. Рахмет екен. Енді сіздің маған көмегіңіз керек болып тұр. Қандай болады? Дана апайға сыйлық сыйлайын деп едім. Бүгін біздің годовщинамыз. Білем ғой, годовщина екен. Құтты болсын. Мен де как раз сыйлықты Данаға алғам келсе. Енді сіз бір гүл алсаңыз. Енді сол гүл алуға, басқа да сыйлықтар алуға кішкене уақыт болмай тұрған. Оған уақыттың не керек бар? Мен сияқты доставкамен заказ бере салыңыз. Доставкамен? Иә. Телефон арқылы? Иә. Қалай ойымай келмеген. Ренжімеңізші. Жақсы, рахмет көп. Ят болып қалды. Ойланып та үлгермедік. Уже беріп тастапты ғой. Енді не істейміз? Дана апай біліп қойса не болады? Уайымдамаңдар, Дана апай үшін де бір нәрсе ойлап табармыз. Ойланып жүрген кезде екеуі қосылып кетпесін. Ой, қой, енді бірден үйлене алмайтын жарағай. Оны қоя беріңдер. Ерісті директор апаймен ересете алмай жатыршы. Қош, өлгеш. Иә, дұрыс. Мектеп қой. Келгенде курьер хабарласын, өзім күтіп аламын. Сосын өтініш сізден. Ең әдемі гүл болсын, ше. Жақсы болыңыз. Қайдан ғана келсе қалдым бұл нәрсеге? Біреуге көмектесем деп, өзімнің басым бәлеге қалды. Ештеңе етпей дерсіз. Әр нәрсенің өзінің қайыры бар. Ернұр, бұндай кезде қайыр туралы айтпай қойшы. Поддержкаға досым. Рахмет поддержканы. Дана апай не істейтін бол? Не істейміз? Че-то мен басым жетпей жатыр. Давайте Жанар апайдың уже жігіті бар сияқты көрсетіп, Жандос ағайдың бетін қайтарып тастаймыз. Мысалы, басқа жігіттің атынан гүл берейік. Оны Жандос ағай көріп, көңілі қайтып қалар мүмкін. Дана апай есіне түсіп. бірақ Жандос ағай дыша ағай ғой, сонда ұмытпауымыз керек. Неге? Біліп қойса, ажымане приседания істетіп қоя ма? Жоқ, ол спорттың адамы болған соң, ода бәсекелестік оянып, ол одан да көп әрекет жасап кетуі мүмкін. Гүл алу үшін ақша керек қой, оны қалай табамыз? Гүл алу үшін ақша керек болмайды ау. Балалар, Дана апайды көрдіңіздер? Сендеріне сұрақ. Жоқ. Ағай, бізге информатик кабинетіне бару керек.
Балалар, жүріңдер. мыналарға не болған? Ерсұлтан, запискаңды алдым. Саябақта кездескенше. Директор апайдың жігіті, жүрсе кеттік. Қайда қойдым? Перизат, Майра! Қыздар, печать жоқ! Іздендерші! Сумкама салып алдым ба? Айттым ба? Сәлем. Ерекше күлкісі маған жарық беретін әлемдегі ең әдемі қыз. Мен сені бір көргеннен ақ, сенімен өмірімнің қалған бөлігін өткізуге дайын екенімді түсіндім. Өз сезімдерім жайында толығырақ айтқым келеді. Сол үшін сені бүгін кешкі сағат 8:00-де паркте күтемін. Сіздің құпия фанатыңыз. О, Жандос ағай, гүлгімге? Бұл Жанар апайға ғой? Иә, оқушылар беріп жіберді. Жаңа апайымыздың құрметіне деп. Балалар... Саламатсыз ба, апай? Сәлеметсіз бе? Мұнан сізге беріп жіберді. Түсінбедім. Иә. Оқушылар беріп жіберді. Жанар апайымызға бере саш деп. Қандай күшті? Иә. Балалар жарапты. Жақсы. Рахмет саған. Тағы да қарыздарым. 24 айға бөліп төлей бересіз ғой. Гүл қалай? Данаға ұнай ма? Ұнайтын сөзсіз. Может, қасына бірден қосып береміз? Иә, жүріңіз, мен сізге таңдауға көмектесейін онда. Как раз сізде сабақ жоқ қой? Онда мен кабинетіме барайық. Жүріңіз. Бір ерекше болсын деген бұл. Кеттік іздерінен, қайда барып жатқандарын көрейік. Спортзалға барып көріп тұрсың ғой? Чота мерс, директорға махаббаттан басың айналып қалды ма? Болды, қойсаңдар, бізде соңғы вариант қана қалды. Қоя саламыз ба? Жоқ, керісінше, біздің қолымыздан дым келмеді. Бізді бір адам ғана құтқара алады. Дана апай? Назерке ой, болмайды. Қазір Дана апай ойымдағы болмайды ғой. Оның аяғы ауыр. Жандос ағай жайлы біліп қойса ауырып қалуы мүмкін. Назерке, сен дұрыс айтасың. Дана апай шындықты білу керек. Я, давайте, Дана апайға звондап, мектепке шақырайық, мен звондаймын. Тоқта, Еркеназ, бірден болай шақыруға болмайды. Телефоннан естіп ауырып қалса не істейсің? Енді қалай шақырамыз? Жай сағындық, мектепте сынып сағатын өткізіп жатырмыз деп шақырайық. Точно. Бірақ кім звондайды? Жоқ қыздар, бұл жол өздерің. Ой, оның не қиындығы бар? Әкеш? Алло? Ернұр сондай. Мен? Ернұрмын ғой, апай, танадыңыз ба? Иә, Ерман, тыңдап тұрмын, айта бер. Апай, біз сізді қатты сағындық. Сізді көргіміз келіп тұр. Жандару, мен де сағындым. Бүгін сізді сынып сағатына қонақ қылып шақырайын деп едік. Сізге сюрпризіміз бар. Бүгін дейсің ба? Бүгін негізі кішкене қолым босамай тұр еді, басқа күні барсам болмай ма? Апай, міндетті түрде келу керексіз. Жандос ағайдың да сізге арнап қойған тосын сыйы бар. Сіз келмесеңіз ренжіп қалады ғой. Сюрприз дейсің бе? Иә, апай, рас айтамын. Келесіз ғой,
Жарайды, барам. Нешеде? Апай, барынша тез келсеңіз, соғұрлым сюрприз күштірек болады ғой. Жақсы, қазір шығам. О, кездескенше апай. Аха, жақсы. Ұмытпаған екенсің, Жандос. Сюрприз дейсің ба Жандос ағайдан? Енді өздерің ғой, шақыру керек деңесін. Амал жоқ енді, солай еттім. Қандай сюрприз күтіп тұрғанын білсе ғой, апай. Жарайсың, Ернұр, бәрін дұрыс жасадың. Енді тек күту ғана қалды. Қазір апай келгенде алдынан күтіп алып, спорт залға қарай алып барайық. Бірден сюрпризді көрсетіп бастаймыз дейсің ғой. Енді дайындаған концертің бар ма еді? Концерт дайындап Жандос ағай өзіне алды ғой. Қыздарға сыйлық алу қашанда оңай, Негізі біз кез келген кішкентай сыйлыққа қуанамыз. Бастысы сыйлықта емес, көңілде ғой. Бірақ бар ғой, мен данамды бір шоқ гүлге қуанады. Менің әпкем туралы маған енді сіз айтпайтын шығарсыз. Сонымен қай сыйлықты алатын болдық? Бағанағы сыйлықты қарайық. Сол дұрыс, Иә. Оның мекен-жайы қай жерде? Мен қазір жұмыстан шыққан соң алып кетемін. Одан да доставкамен алдыра салайық. Как раз бізге жақын жерде орналасқан екен. Давай. Көрсеші тағы да. Анау ғой? Ал, иә? Иә, анау. Әдемі екен. Барсам бекен, бармасам бекен. Бірақ қызық боп тұр. Кім ола? Кім? О, міне, Дана апай да келді. Қалайсыз, апай? Қашан жұмысқа шығасыз? Сұрақтарың бір-бір тыңдап қойсаңдаршы. Сабақ емес. Абай сабаққа қашан болсыз? Әр отпускың арты декрет болып кетіп жатыр ғой. Не айтпасын? Ұят емес па? Жүріңіз, апай, тезірек мектепке кірейік. Сынып сағатын бірден бастап жіберіңдер ғой сендер. Апа, жүріңіз, спортзалға барайық. Сіз сол жерде Жандос ағай күтіп отыр. Жалғыз емес. Қалай болып жетті сабақтарың, жақсы ма? Жақсы. Апайларың ренжітіп жүрген жоқсыңдар ма? Ағайларыңды? О, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Аман есен, мектепте қайдан жүрсіз? Бүгін мен балаларым маған арнап сынып сағатын жасап жатыр. Соған арнайы қонақ ретінде шақыр. Қандай керемет. Ал мен неге білмеймін ол сынып сағаты жайлы? Мен шақырмадыңдар ғой. Жүріңіз сіз де, апай, біз сізге енді айтайын деп жатқанбыз. Жарайды, жүріңдер көрейік. Болып жезде. Қатты қуанатын болды ғой. Айтпашы, алған сыйлығымыз ең басты ұнатса екен. Ұнайды әрине. Жан? Қалайсың ба? Ой, Дана апай. Қалайсың? Жақсы. Дана тәте, қалайсыз? Дана тәте? Ой, сонша таң қалған ес. Қалайсың, Жан? Бірінші күн қалай өтіп жатыр? Жақсы. Жақсы ма бәрі? Балалар, сендер не ашық сабақты Жандос ағайдың кабинетіне өткізетін болғансыңдар ма? Балалар? Ашық сабақ болады деп кім айтты? Сонда Жанар апайсыз, Дана апайдың сіңілісі ба? Оның түсінбейтін несі бар. Апай кешірінші, ағай сізде кешірінші. Мектепке Дана апайды алдап шақырғанбыз. Түсінбедім. Ағай, енді өзіңіз ғой, Жанар апай келгелі бері оған сыйлық, гүл беріп жүрген. Біз сіз Дана апайды ұмытып, Жанар апаймен сөйлесіп жүр ма деп ойладық.
Балалар, сіздер қатырасыңдар. Мына сыйлықты айтып тұрсыңдар ма? Иә. Бұл сыйлықтың барлығы Дана апайларыңа ғой. Ал Жанар апайларың маған көмектесіп жүр. Өйткені мен Жанар апайдың жездесімін. Бүгін біз үшін маңызды күн. Бүгін біздің годовщинамыз. 3 жылдығымыз құтты болсын, жаным. Рахмет. Мәссаған, мен сені ұмытып кеткен шығар деп ойласам. Ұмытсам былдырғылай тағы да кірамай қалам ғой. Қалжың, ондай болған жоқ. Ой, ағай, баяғыдан бері айтпайсыздар ма? Біздің істемеген нәрсеміз қалмады ғой. Соны айтам, тіпті жігіт болып Жанар апайға записка да жаздық қой. Қайсысы записка жазып жүрген? Ерсұлтан. Ерсұлтан берген. Стоп. Ерсұлтан. Тоқтасаңшы. Ерсұлтан. Чотам, Дышағайдың екінші сериясы сиқыр ма? Егер сиқыр болса, дәл қазір төменге комментарий жазып кет, біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Құрметті балалар, дәл осы балалар сияқты менімен және менен басқа елімізге танымал актерлармен киноға түсулеріңізге төмендегі байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.